Осындай прихожа көріп тұрғандарыңыздай, бұның дизайнын біз қырылып өліп қала жатырмыз, семьямызбен бір-бірімізден қырылыс болды ғой. Мен андай қазір стенада тұрады мебель деген деп әйтеуір түсіндіре алмай, сол қандай прихожа жасадық, әйтеуір түсін көнді ғой үйдегілер. Бұндан бері көріп жатсыздар ғой, бізде қонақтардың барлығын осы жерде біз күтіп жатырмыз. Бізде ТВ-зона немесе гостиная деп атаймыз. Осындай ТВ-зона жасадық подсветкасымен. Біз этаж үйде тұрдық қой, енді этаж үйде өзіңіз білесіз, кішігірім ғана кухня құттай болады, посуда тұратын жер таппайтынбыз ғой. Ана шкафтың төбесі, ананың асты сөйтіп қақалғанымызды білмей әп-бәрі келді. Осындай болып тұрып, видеода шулайды қазір. Жылаңдар. Осындай 8 метрлік кухня гарнитур бізде барлығы МДФ-тан рифленый жасалған камень. Духовка, микроволновка, холодильник, морозильник. Мына столдардың бағасы енді миллионға шықты. Мына жай стульяның өзі, мына столдың жай өзі 650 мың теңге болды. Жай бір стол. Потому что мынау тас мрамор бар. Мына жібек, бұл жақта бізде терраса, жаздың күні енді бұл жақта аяқтайтын боламыз. Биылға үлгерген жоқпыз. Менің мамамның комнатасы, мама өзі таңдады. Маған бұндай керек, маған осындай керек. Маған ұзындығы 5 метр шкаф деп, міне. Мама осын жасады. Мамада осындай шкаф, штор, міне. Төсегі, тумбасы. Ағам екеуінің дизайндар сәл-сәл келеді. Мына комодтың дизайнын мен сызып бердім. Әйтпесем біздің мама сол бұрынғыша қазақбайша, мына үйге бүйтіп ашылады, сондай стиль болған ғой. Құрсын қазір ондай мода емес, нандай деп түсіндіріп, әйтеуір көндіріп осын жасадық. Әрине менің өзімнің жеке бөлмем, жеке жатын бөлмем. Барлық дизайнды өзім таңдадым. Даже мына тумба под кроватьның дизайнына дейін өзім ручкамен сызып тұрып, барлығын өзім детально түсіндіріп, ойымдағыдай шықты. Осы жаққа осындай рейкама, осындай қойғыздым, және де төсек, тумба. И дальше ең қатты, елдің көзі түсетін, ол менің осы боянатын комодым. Бұның да дизайнын өз қолымен сызып, барлығын өзімнің идеямен жасаған жайым бар. Айнаны табу деген жыр болды, құрсын ешқандай жер бұндай айна жасай алмаймыз, бұндай айна невозможно деп әйтеуір бір жерден жасатып өз ойымдағы бөлмені жасадым. Мына пулда көргеніңіздей бұл крем, жай крем емес, қоянның кремі. Бұның құны деген менің төсегімнен қымбаттап кетті ғой. Бұл бізде үшінші бөлме, яғни ағам арнап салынған бөлме. Көріп тұрғандарыңыздай стиль серый түсте болды. Әркім өз бөлмесінің дизайнын өзі таңдады. Жатын төсек, және де осындай дизайн, мрамор, беговая дорожка, екі тумбасы, и шкаф шифонері бар болды. Артық ештеңе жоқ. Негізі гардеробная болған 5-те 4 бөлме. Бірақ та менің дизайнымды дұрыс түсінбей, өкінішке орай сәл құртып алғандары, бірақ ничего, енді бұйырса ауыстыра жатамыз. Бұл бөлмеде тек қана менің заттарым, яғни киім-кешектерімнің барлығы осы бөлмеде тұрады. Санузел көріп тұрғандарыңыздай осындай ванна, уборный, және де сушилка, стиралка, түктеп өзі кептіріп береді, және де мрамордан жасалынған раковина и подсветкамен, айнасымен осындай кішігірім емес, үлкен шомылатын жеріміз. Бұл бір. Және де бізде екі негізі санузел. Бұл санузел жайша десеңіздер, үйге қонақ келіп қалған жағдайда туалетке талас болмасын деп, сырттан да үйден де туалетті адуши жасадық. Қонақтарымыз неғып қалмасын, далаға шығып тоңып қалмасын деп, қонақтың жайын жасап жүрміз. Бұл жақта былай көрсетсай, бүйтіп топка, газ, барлығы осы жерде тұрады ғой, мына склад.